Дүниеге келген әйел адам кім? Саада бин Саалаба, Зайд ибн Харисаның анасы. Екеуі Тайруна нағашыларына барып, кейін сол жерде біраз уақыт болып зиярат етіп қайтып келе жатқан кезде Қайын деген рудың қарақшылары жолда шабуыл жасап, анасы емес баласын тартып алып құлдыққа сатып жіберген. Оказ, Меккенің оңтүстік шығысындағы Оказ базарына әкеліп, жас бала Зайдты құлдыққа сатып жіберген екен. Бұл Зайд ибн Харисаны Хакам ибн Хизам деген, немесе Хаким ибн Хизам деген жаңағы Хадиша анамыздың көкелерінің бірі Оказ базарынан сатып алады. Өте бір сымбатты бала екен анау. Соны сатып алады да Меккеге келгеннен кейін Хадиша анамызға сыйға тартып жібереді. Аңғарыңыз. Тым жақсы анасымен кетіп бара жатқан адам алтты сатып біреуге сыйға тартып жіберіп жатыр. Сонда Зайд ибн Хариса Хадиша анамыздың қызметшісі болып, яғни құлы болып, сол үйде жүрді. Зайдтың пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға қатты жақындығы мен ынтызар көңілін білген Хадиша анамыз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға тарту етті дейді. Аңғарыңыздар, қолдан қолға өтіп жатыр. Осылайша Кәлб руынан, Кәлб деген Зайд ибн Харисаның руы, Кәлб руынан бір топ адамдар қажылық маусымында Қағбаға келіп тауаф қылып жүрген кезде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жанында жүрген Зайдты көріп қалады ғой. Бұл әрі ислам келместен бұрын болып жатқан оқиға. Ислам келместен бұрын болып жатқан оқиға. Сөйтеді Зайдты көріп қалады, мынау Шурахбилдің баласы, кімнің? Харисаның баласы ғой дейді. Жаңағы сатылып құл болып кетті деп естіп едік. Елге барып айтайық әке шешесіне тірі екен дейді. Ана әке шешесі зар жылап жүр дейді ояқта. Әйелі Сааданың інісімен бірге, Зайдтың нағашысымен бірге Хариса ибн Шурахбил, Зайд ибн Харисаның әкесі Хариса ибн Шурахбил жолға шықты Меккеге қарай. Меккеге келіп әрең дегенде баласын тауып алып, құшақтап, еміреніп, баламау, сені сатып алуға келдім дейді ғой. Сені сатып алуға, елге алып кетуге келдім дейді. Қаншама жыл уақыт сені көрмедік біз. Деген кезде, әке мен бармайым дейді ғой Зайд. Әке мен бармайым дейді. Сонда әкесі ашуланып кетеді. Сені біреу қинап жатыр ма дейді, сатылмайды деп бармайым деп қинады ма біреу деп, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды алып келеді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Зайд сен еріктісің дейді. Қаласаң мен сені тегін ақ азат ете саламын дейді. Ал қаласаң менің жанымда қалсаң болады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көркем мінезіне сондай тойып қалған Зайд ибн Хариса, Алла одан разы болсын, әкесіне айтты, әке, мен елге бармайым деп айтты. Мен осы жерде әкесі ашуланып, ей балам, азат өміріңді құлдық өмірге айырбастайсың ба деп айтады дейді. Сонда әке, не десеңіз о деңіз, мен бұл кісіден бір кереде ажырамаймын, себебі мен бұл кісіден болашақта болатын бір істі көремін деп айтты дейді. Қандай керемет бақытты адам, Дәл осы сөзді айтқаннан кейін Зайд ибн Харисаның әкесі Шурахбил, Хариса ибн Шурахбил, әйтеуір баламыз тірі ғой дейді. Әйтеуір тірі ғой баламыз. Соған да шүкір деп еліне қарай қайтқан екен балаларын алмастан. Бірақ Зайд ибн Хариса олармен байланыс жүргізіп тұрған екен бұдан былай. Сол сәтте, сол осы нәрсені айтып жатқан сәтте, Зайд ибн Хариса, Алла одан разы болсын, бірнеше жылдан кейін исламды ең алғашқы қабылдайтын әс-сабиқунал аувалун, ғозаттардан болатындығын білді ма Зайд? Білген жоқ. Міне дәл осы сәтте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Хариса ибн Шурахбил, Зайдтың әкесі кеткеннен кейін Зайдтың қолынан алды да Меккенің солтүстік батысындағы таудың төбесіне шықты да, "Уа халайық" деді. "Бүгіннен бастап Зайд менің балам мирас алатын" деді. Мирас алатын, менің мирас кімге беріледі? Мирас балаға ғана беріледі. Өзіңнің қаныңнан шыққан балаға беріледі мирас деген нәрсе. Мирас алатын менің балам, бұдан бұлай ол Зайд ибн Хариса емес, Зайд ибн Мұхаммад деді. Яғни өзінің атына өткізді. Қашан ислам келгеннен кейін Аллах тағала бұл нәрсеге тыйым салғанға дейін Зайд ибн Хариса емес, ол кім деп аталды? Зайд ибн Мұхаммад деп аталды. Зайд ибн Мұхаммад деп аталды.
Араб сүресінің 4-ші аяты түскеннен кейін Аллах тағала өздеріңнен болмаған балаларды өздеріңе телімеңдер деген мағынадағы аяттар түскеннен кейін Зайд ибн Хариса деп қайтадан өзінің әкесінің есіміне көшті, тегіне көшті. Одан кейінгі саллаллаху алейхи уассаламның тұңғыш рет Меккенің сыртындағы қалаларға ислам дағуатын жасау кезеңі. Бұл сапар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өзінің ұлы болып есептелген Зайд ибн Харисамен бірге болған Таиф жерінде жасалған сапары. Неге өзінің ұлы? Ол кісінің есімі қалай? Зайд ибн Мұхаммад. Дәл қазіргі есімі болып жатқан Зайд ибн Мұхаммад. Бұл қайтадан өзінің әкесінің есіміне қайтадан әкесінің тегіне қарай қайтады. Қашан? Мәдиналық кезеңде. Өйткені естеріңізде болса, Зайд ибн Хариса пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қолында қызметші болып жүрген кезінде, Хадиша анамыз оған сыйлаған кезінде, өткен сабақтарды бір еске салып өтейін. Жаңа әкесі мен әкесінің бауыры келіп, Кәліп руынан келіп, Зайд ибн Хариса баласын әрең дегенде тауып Меккеден сатып аламыз сені, бізбен бірге қайт елге деген кезде не деді? Мен осы жерде қаламын деді. Мен бұл кісіден үлкен ұлы нәрсені күтемін болашақта деді. Көрдіңіздер ме? Оқиға есте болса егер. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Зайд ибн Харисаның қолынан алып Сафа төбесіне шығады да, Зайд менің бүгіннен бастап балам деді. Бұның есімі Зайд ибн Хариса емес, енді кім деді? Зайд ибн Мұхаммад деді. Аллах тағала Құран кәрімде біреудің баласын өзінің атына өткізу деген мәселеде тыйым салған аяттарда бұл кісінің атын Құран кәрімде атаған екен. Сол мінекей өзінің ұлы болып есептелген Зайд ибн Харисамен бірге Таиф қаласына қарай сапар шегіп кетті. Сапар шегіп кеткен кезде бұлар жалаң аяқ жүрген дейді. Жалаң аяқ дегенде, яғни көліксіз жүрген, жаяу жүрген деп айтайық. Жаяу жүрген, көліксіз жүрген. Неге көліксіз? Себебі көлікпен шығатын болса, Құрайыштың мүшриктері оның өзге бір қалаға кетіп бара жатқандығын біліп қойып, алдына тосып қоятын еді дейді. Алдына тосып қоятын еді дейді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үндеместен Зайд ибн Харисаны ертті қасына. Жаяу екеуі бір жаңағы серуендеп жүрген адам сияқты жүріп Меккеден шығып кетті. Меккеден шығып кетті. Сөйтіп жүріп отырып Меккеден мінекей Меккенің оңтүстік шығысындағы мына жерде Таиф деген қала, Меккенің оңтүстік шығысындағы Таиф деген қалаға жетті дейді. Шамамен 90 немесе 100 шақырым Меккеден алыстығы. Екі ортада қаншама ауылдар бар. Сол ауылдардың барлығына кіріп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам исламға шақырды дейді. Ешқайсысы қабылдамады дейді. Ешқайсысы исламды, керісінше пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен бірге Зайд ибн Хариса екеуін қуып шығарып отыр дейді барлығы. Сөйтіп екеуі Таифқа келді. Сол Таифтағы Амр ибн Умайра деген Ас-Сақафи деген кісінің балаларына келді. Амр ибн Умайра Ас-Сақафи деген бұл Таиф қаласын мекендейтін ру Сақиф руы. Сақиф деген ру араптың. Сол Сақафиға келді, соның жаңа балаларына келді, 3 баласына келді де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің хабарлары жайында айтты. Өзінің Алланың елшісі екендігі жайында айтты. Сонда не деді? Біріншісі айтты, сенің деді, пайғамбар болатын болсаң деді, Аллах тағала сені пайғамбар қылған болса, онда Қағбаның сыртындағы жапқышын жыртыпты дейді Алла. Қоя қой деген ғой, сен пайғамбар бол. Екіншісі айтты дейді ғой, Аллах тағала сенен басқа пайғамбар болатын адам таппай қалды ма деп айтады дейді. Басқа бір адам жоқ па, сенен басқа пайғамбар қылып таңдайтын? Бар ғой біздің елімізде Урва ибн Мас'уд Ас-Сақафи деген кісі бар. Өте атақты, өте беделді кісі. Немесе Меккеде Валид ибн Муғира деген кісі бар. Неге солар болмайды пайғамбар? Қайықтағы сен қалай пайғамбар болып кеттің, ей Мұхаммед? Кет деді ғой, Мұхаммед келген нәрсемен кет деді. Кетпейтін болсаң мә саған деді. Бүкіл содырлар мен мәсбаларды таспен атқылатып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тұла бойының барлығы қара қан болды дейді. Тіпті әрбір басқан қадамы қашқан кезде,
Әрбір басқан қадамында қан төгіліп жатты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Оған жаңағы төсін тосқан қасындағы Зайд ибн Хариса, ұлы сахаба, Зайд ибн Харисаның тас демеген жері қалмады, тіпті басы жарылды дейді, қара қан болды дейді басы. Зайд ибн Харисаның басына тас тиген кезде басы қара қан болып жарылған екен. Сонымен екеуі Таифтан шығып қашқан, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам және Зайд ибн Хариса екеуі қашып келіп 5 шақырым жүгірген дейді, немесе 4 немесе 5 шақырым қашқан дейді жаңа Таифтан ше. Сонда аналар 4-5 шақырым бойы естіген, тасқа аттылап қуып келген дейді екеуін. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жасы ол кезде нешеде? 50-де. 50-де, егде тартып қалған адам 50-де. 50-дегі адамның жүгіруі де оңай емес. Ана алдына салып алып қуғанда Зайд ибн Хариса екеуін. Сонда 4-5 шақырым жүгіріп қашып келді де, сол Таифтың шыға берісінде Утба және Шайба ибн Рабиа деген кісінің Утба және Шайба деген екі баласы болған. Екеуі де мүшрик. Екеуі де пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға Меккеде зиян беріп жүрген кісілер. Сол екеуінің бақшасы бар екен. Керемет бір бақ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол бақшаға қарай Зайд ибн Хариса екеуі кірді дейді ішіне. Сол бақшаға кіргенге дейін таспен атқылап, әлгілер қызметшілер, содырлар қуып келді дейді. Содан кейін барып ол екеуі қалғаннан кейін кетті дейді. Қуып келген адамның барлығы Таифқа қарай қайтадан қайтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басына түсіп жатқан қайғыдан қан жұтты дейді. Анау Меккедегі үйіндегі болып жатқан жағдай мынау. Сыртқа шыққан кездегі жағдай мынау. Өңшең жолы болмай жатқан бір қайғыға толған оқиғалар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің ұлы сахабасы Харис ибн Умайр әл-Азди деген сахабасын Бусраның әкімі Шурахбил ибн Амр әл-Ғассани деген, Ғассасина деген арабтың үлкен тайпасы Шамда өмір сүріп жатқан, бірақ христиандар. Соларға хатпен жібереді. Сөйтіп жолда кетіп бара жатқан кезде, жаңағы Маан деген жерге кірген кезде, жаңағы Шурахбилдің қарамағындағы әкімдер бұның қолындағы хатын тартып алып, жаңа сахабаны басын шауып өлтіріп тастаған дейді. Елші қандай жағдай болса да, ол өлтірмеу керек. Солай, заң, әлемдік заң сондай. Бірақ бұлар сондай опасыздық нәрсені жасап, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сахабасын өлтіріп тастайды. Енді оны естігеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қоя ма сол нәрсені? Жоқ, айттық өткен сабақта да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір сахабасы үшін болса да, әлемнің түкпір-түкпіріне баруға дайын еді дейді. Оның үстіне елші өлтірілгеннен кейін ол 2 есе болады олардың несі, жазасы. Осылайша Мәдинаға бұл хабар жетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Шурахбил ибн Амрдың осындай опасыз әрекетіне қатты ашуланды да сахабалардың барлығын жинап кеңес өткізді. Сөйтіп сахабалардың ішінен іріктеліп 3000 сахаба шықты. 3000 сахаба. 3000 сахабаға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Зайд ибн Хариса деген өзінің ұлы сахабасын басшы қылып тағайындады. Сендердің бүгін басшыларың деп Византия империясына қарсы деді. Ол Зайд ибн Хариса болады дейді. Мен айттым өткен сабақта, ол Құран кәрімде Зайд деп аты аталған жалғыз түйір сахаба. Егер де Зайдке бір жағдай бола қалса дейді, ана қараңыздар. Бұлай айтпаған екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұрын-соңды. Зайдке бірдеңе бола қалса, онда сендердің қолбасшыларың Джафар ибн Абу Талиб дейді. Джафар кеше Хайбар шайқасында хижреттің 7-ші жылы Эфиопиядан келген, енді келген кез екен. Жасы дәл сол кезде 33 жаста екен Джафар ибн Абу Талиб. Егер Джафарға бірдеңе бола қалса, олай болатын болса, сендердің басшыларың Абдулла ибн Раваха деді. Абдулла ибн Раваха кім? Құдайдың құтты күні 2 адам ораза ұстап жүретін еді дейді. Соның біреуі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Дарда деген сахаба айтады бұны. Қолымызды төбеге қойсақ дейді, қолымыз өртеніп кететіндей дейді да күннің ыстығы. Бірақ 2 адамның аузы берік дейді. Біреуі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, екіншісі Абдулла ибн Раваха. Кешегі ана Қағбаның айналасында жүріп өлең айтып жүрген. Сол сахаба сендердің ана екеуіне бірдеңе бола қалса, осы басшыларың болады дейді. Демек пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл айтуының себебі бар ғой. Бұлар үшеуі де шахид болады деген сөз ғой. Ал егер де Абдулла ибн Равахаға бірдеңе бола қалса деді, онда өздерің сайлап алыңдар дейді. Мінекей бұл сөзбен үшеуінің де кететіндігін
пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзінің астына ишара берді дейді. Енді жіберіп баратыр, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді ғой, сендер барғаннан кейін соғысты бірден бастамаңдар дейді. Бірінші оларға исламды түсіндіріңдер дейді. Барып, бірінші ана сахабаны өлтіріп тастап тұр, иә? Сонда да барып, сендер бірінші кек алмай тұрып, оларды исламға шақырыңдар дейді. Егер де қабылдамай жатса, теріс бұрылып жатса, онда олармен соғысыңдар, қарттарына, жас балаларына, әйелдеріне тиіспеңдер дейді. Ғибадатханада отырғандарға тиіспеңдер. Және үйлерді өртемеңдер, талдарды шаппаңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сендерге қарсы келгендермен ғана шайқасыңдар дейді. Осылайша жайлап жаңағы Цезарға қарай сахабалар жылжи бастады. Мына жақтан 100 мыңды Цезар бастап келе жатса, Херакл, мына жақтан 100 мыңды Мәлик ибн Рафиля деген кісі бастап келе жатқан. Арабтар ғой, өздерінің, Шамның арабтары. Сөйтіп барлығы жиналды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүйікті сахабасы, сүйікті деп неге айтып жатырмын? Барлық мұсылманның жүрегінде, сахабаның жүрегінде пайғамбарға деген махаббат бар, дұрыс па? Ал пайғамбардың жүрегінде ерекше махаббат бар екен, ол кімге? Зайд ибн Харисаға екен. Сондықтан ол пайғамбардың сүйіктісі деген атаққа ие болған екен. Сол сахаба радиаллаху анху туды алды да сахабаларға уағыз насихат айтты. Сөйтті де соғыс басталды. 200 мың мен 3 мың соғысы басталды. Соғыс басталған кезде түскі уақытқа дейін соғысты дейді сахабалар. Түскі уақытта ұшып келген бір найзаның оғы Жафарға тиіп кетті. Кімге? Зайд ибн Харисаға тиді дейді. Зайд ибн Харисаға найза тиді де қадалып құлады дейді сол жерде. Сонымен радиаллаху анху құлап бара жатқан кезде оның қолындағы туды кім алды? Екінші жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан Жафар ибн Абу Талиб алды. Алидің ағасы ғой, туған ағасы Али радиаллаху анху. Қолына ұстады да соғысты ары қарай. Соғыста тудың құлауы ол жеңілу деген белгі. Ана туды ұстап алды да жаңа Жафар соғысқа қайтадан кіріп кетті жалғастырып. Сонда соғысып жатқан кезде атынан түсуге тура келді дейді Жафар ибн Абу Талиб. Атынан түсті. Атынан түскен кезде біреу келді де, ірі бір римдік бір әскер келді де ту тұрған қолынан шапты дейді ғой, иықтан тұсынан. Қол шабып, құлап бара жатқан қолды туғымен қосып ұстап алды дейді. Ана қол былай қысылып қалған туға ше, өзінің қолымен қосып өзінің туды ұстап алды дейді. Сол қолға. Бір кезде жаңағы сол қолдан шапты дейді. Екі қолдан айырылып қалды. Сонымен не істеді? Төсімен, мойнымен қысты дейді. Жаңағы нені туды құлатпау керек қой барынша. Сөйтіп тұрған кезде бел ортасынан шапты дейді. Жафар ибн Абу Талиб радиаллаху анху. Сонда бел ортасынан шауып тастаған дейді. Ана жауыздығын қарасаңшы, римдік әскерлердің. Шабылып екіге бөлініп жатқан Жафарға келіп, 50 жерден найза тыққан дейді. 50 жерден өліп мәйт қой. 50 жерден найза тыққан дейді. Тіпті кейін сахабалар санаған кезде дейді, басы мен төсінің арасынан 40 жебе тапқан дейді. 40 жебе қадалбады дейді. Бірде-бір жебе арқасынан қадалмаған дейді, алдынан қадалған дейді. Сөйтті де сол жерде Жафар құлап бара жатқан кезде үшінші кім? Абдулла ибн Раваха радиаллаху анху. Сахабалар бар ғой, біз айтады, Абдулланың аузын әрең аштырдық дейді ғой. Абдулла, аузыңды ашпасаң болмайды, сен мынау ертең күш қалмай қалады сенде деп ше. Сонымен Жафар өлді деген хабар келген кезде, бұл сол қасқа жеп атқан, енді жеп атқан бір көсетіне бір тілім ет екен жаңағы. Енді аузына салған кезде Жафар өлді дейді. Жаңағы етті жей алмастан тастады да бірден туға қарай жүгірді дейді. Туды барып алды. Туды алған кезде Абдулла ибн Раваханы не істеді дейді? Қылышпен түйреп өлтірді дейді. Жаңағы византиялық әскер. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қаяқта отыр? Мәдинада мешітте отыр пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сахабалар, Мәдинада қалған сахабалар мешітте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алдында осылай отыр. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, Зайд ибн Хариса өлді деді де жылады дейді. Зайд ибн Хариса шахид болды дейді. Сөйтті де жылады дейді. Сахабалар ағылда тегіл жылады дейді. Бір кезде Жафар өлді дейді, шахид болды дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Жафарды одан сайын қатты жылады. Жафар екеуі бір-біріне қатты ұқсайтын кісілер. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ең қатты ұқсайтын кісі Жафар ибн Абу Талиб болған. Жафар кетті деді, шахид болды деді. Сөйтті де сәл үнсіз отырды да Абдулла ибн Раваха кетті деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шахид болды деді.
сахабалар мына естіп отқан нәрсенің барлығынан егілде тегіл жылап отыр барлығы, бірақ не істей алады? Отыр барлығы бірге. Бір кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үндемей қалды дейді. Олардың үшеуі де жәннатқа кетті дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Тіпті дейді Жафар ибн Абу Талибке Алла тағала жәннатта ұшатын қос қанат берді дейді. Періштелермен бірге жәннаттың қалаған жағынан кіріп шығады дейді Жафар ибн Абу Талиб радиаллаху анху. Сол қос қанатты деген атаққа ие болған екен жаңағы Жафар ибн Абу Талиб. Бір кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үндемей қалды да дәл қазір туды деді. Алланың сынбайтын қылыштарының бір қылышы алды деді ғой. Алланың сынбайтын қылыштарынан бір қылышы алды деді. Демек, кім ол? Халид ибн Уалид екен радиаллаху анху.